Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз 4-90 7 сыныпқа арналған номер 1 адам ағзасында химиялық элементтер бөлімі бойынша жиынтық бағалауды талдайтын боламыз. Олай болса, бірінші тапсырма. Органикалық заттарды қарапайым реакциялар арқылы анықтауға болады. Кестеде берілген ерітінділер арқылы анықталатын органикалық затты және анықтау принциптерін жазыңыз дейді. Бізден кесте берілген реагенттер, органикалық зат және байқалатын өзгеріс. Реагент мыс сульфаты мен натрий гидроксиді ерітінділері. Бұл реакция бізде биурет реакциясы деп аталады. Енді қандай органикалық зат қосылады екен, соны жазамыз. Ол әрине бізде нәрөз. Белок деп атаймыз, Енді байқалатын өзгеріс бұл жерде күлгін түс пайда болады. Байқалатын өзгеріс. Түс. Мен қысқаша жаза кетейін. Келесі йодтың спирттегі ерітіндісі. Сіздер 5-ші сыныптан білесіздер. Йод қандай затқа сапалық реакция болып табылатынын. Әрине ол бізде крахмал, Крахмал бізде көптеп кездеседі. Картопта, жүгеріде. Крахмал. Бұл жерде байқалатын өзгеріс көк түс пайда болады. Қысқартып жазайын. Келесі, адам ағзасында кездесетін екі элементті атап, олардың маңыздылығын сипаттаңыз. 7-ші сыныпта адам ағзасында кездесетін элементтер біз көптеп өткенбіз. Макроэлементті, микроэлементтерде жазсаңыздар болады. Соның ішінде екі элементті ғана жазсын депті. Мен фторды жазайын. Фтор. Қалқанша, безі, гормондарының құрамына кіреді. Кез келген осы жердегі макро және микроэлементі жаза берсеңіздер болады. Келесі тапсырма, бұл жерде бізде тыныс алу үдерісін сипаттаңыз деп тұр. Шамаласына түсірейік. Тыныс алу үдерісін сипаттаңыз. Сипаттамасы: реакцияға түсетін заттар, реакция нәтижесінде түзілетін заттар, энергия сіңіріледі не бөлінеді. Және тыныс алу мына жерде процесі. Енді реакцияға түсетін заттар бұл жерде глюкоза және оттегі. Глюкоза, оттегі. Реакция нәтижесінде түзілетін заттар бұл жерде әрине көмір қышқыл газы, және су екен. Әрине бұл жерде энергия. Әрине бұл жерде бізде энергия бөлінеді екен, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар, арнама тіркеле кетіңіздер. Рахмет.